Биыл қазақтың бір туар ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев 90 жасқа толып отыр. Мұқағали поэзиясы күллі қазақтың болмысы мен бітімі. Оның патриоттық тақырыптағы және сырлы сезімге толы жырлары бүкіл оқырмандарының жүрегінен орын алды. Осы орайда Түркістан облыстық мәдениет басқармасының басшысы Әзімхан Серікұлының бастамасымен Мұқағали мұралары поэзиялық челленджін қабыл ала отырып, Оңтүстік фильм коммуналдық мемлекеттік мекемесі Түркістан қалалық мәдениет үйіне және облыстық жастар ресурстық орталығына жолдайды. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзен асқар тау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, бозторғайы бол оның шырылдаған. Отан, отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Отанды сүймеуің де күйік екен, отанды сүйгенің де күйік екен. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе, отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба? Ойланбай-ақ кел дағы от ал менен. Түтін түтет өз өрбі көгере бер, немерелер көбейсін шөберелер. Жадыңда ұста, жақсылық күтпегейсің, от емес оқ сұрасаң менен егер. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақытты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай арқа, Алатауға.